Таныс болыңыздар, Елдос Тоқтарбай, балалар жазушысы, әдебиет сыншысы, дарын мемлекеттік жастар сыйлығының лауреаты. Қош келдіңіз. Ассалаумағалейкум, қош келдіңіз. Уағалейкум. Көңіл-күйіңіз жақсы ма? Шүкір, жақсы. Тамаша. Жаңа кітабыңыздың тұсауын кескелі жатырсыз. Жарыққа шығып жатыр, иә? Қателеспесек, ертең жарыққа шығады. Бұйырса. Ілияс танудың кейбір мәселелері деп аталады екен. Иә. Өзіңіз толығырақ айта өтсеңіз. Биыл қазақтың ұлы ақыны, әмбебап қаламгер Ілияс Жансүгірұлының туғанына 125 жыл. Сол мен өзім Ілияс туған топырақта тудым. Ілиястың өлеңдерін бала күнінен жатқа біліп өстім. Сон кейін осы архивтерге барып жүріп, Ілиястың көптеген дүниелерінің әлі жарыққа шықпағанын, жарияланбағанын байқадым. Ілияс ең алғаш 1930 жылы қазақ индустриясына үлес қосыпты. Яғни кино түсірген. Өзі актер ретінде киноға түскен. Соның фотосуреттерін тапқам. Соған байланысты кітаптың атын Ілияс танудың кейбір мәселелері деп алдым. Ол жерде Ілиястың өскен ортасы, қоғамдық саяси қызметі, сонымен қатар балалар әдебиетіне қосқан үлесі және театр сынына қосқан үлесі осы кітапта жан-жақты талданып жазылды. Соны биылғы ақынның мерейтойы аясында оқырманға ұсынуды жөн көрдім. Бұрын ашылмаған қырлары ғой сонда. Яғни бұрын ашылмаған қырлары. Ғылыми ортада, әдеби ортада жарияланбай келген дүниелер сол жағынан жаңалық болуы мүмкін деп ойлаймын. Ал енді тақырыбына келіңізші, тақырыпты өзің таңдадыңыз ба? Әлде ақылдасқан түрде қойылған тақырып па бұл? Тақырыпты өзім таңдадым. Неге десек, Ілияс 1956 жылы ақталды. Содан бері қарай Ілияс тану ғылым ретінде жеке арнаға түсті. Оны нешеме ғалым жан-жақты қырынан зерттеді. Сондықтан бұл Ілияс тану ғылымы, ал енді менікі сол Ілияс тану ғылымының кейбір мәселелер деп аталады. Сондықтан үлкен ғылымның бір айтылмай келген олқылығы, кемшін тұсы тақырыбында жазылғандықтан оқырманға бірден белгілі болады деп ойлаймын. Енді ертең туған күн деп жатырмыз, иә? Соған байланысты баспадан шығады, ал бірақ кітаптың өзі жарыққа қашан шығады? Жарыққа шығады. Ертең шығады, бірақ енді оның тұсаукесерін сол күзге қарай ұйымдастырсақ деп отырмыз. Ақынның Талдықорған қаласында соған дайындалып жатыр. Тамаша. балалар әдебиетіне жалпы қалам тартып жүрген жазушылар санаулы ғой. Солардың бірі өзіңізсіз. Енді неліктен дәл осы бағытты таңдадыңыз? Не себеп болды? Жаңа айттым ғой, мен туған жерім Алматы облысының Ақсу ауданы Қапал Арасан ауылы. Сол жерде Ілияс Жансүгіров, Ғали Орманов, Сайын Мұратбеков, Өтепберген Ақбекұлы, Арасанбай Естемовтер туған. Мысалы, Сайынның шығармалары мен бала күніне көз алдыма таныс, өйткені оның жазған шығармасы сол біздің ауылдың айналасы, табиғаты. Одан кейін Арасанбай Естенов жазушы ағам, біз екеуміз бір көшенің бойында тұрдық. Ол кісі менен 40 жас үлкен ғой. Сол кісінің шығармаларын оқып жүрген кезімде бала күні сол көшеден жазушы шығу бір арманым болды, сол кісі сияқты. Және атам мен әжем кітапханашы, кітапты сүйетін адамдар болды оқыған. Сол кісілер мені бала күнінен Ақжелкен, Ұлан, Мөлдір бұлақ сияқты басылымдарға жаздырды үнемі. Содан осы тақырыпқа қызықтым ғой. Яғни балалар әдебиетіне осылайша сол бала күнінен келді десем болады. Тамаша. Енді өзіңіз жалпы бала жансыз ба? Иә, бала жан деп айтуға болады. Яғни көріп тұрғанды осы кітапқа жазасыз, иә? Демек. Яғни әлде қорды қайдан аласыз? Жазушы адам өзінің шығармасына жазатын қорды, айналасын зерттейтін объектісін сол өзінің өткен өмірінен көрген тақырыптан ғана жазады. Басқа тақырыпты жаза алмайды. Өйткені бала әлемдегі ең байқағыш халық. Сіз бен біз көре алмаған нәрсені бала бірден көріп қояды. Өйткені оның көңілі сергек, таза, былғанбаған. Сондықтан балаға өтірік айтуға болмайды. Жаңа таза өзінің көрген нәрсесін жазу керек қой. Сондықтан сол тақырыпқа балалардың көңілінен шығуға тырысып келе жатыр. Жалпы, қазіргі балаларды таңғалдырудың өзі қиын ғой. Олар барлық нәрсені аңғарып біліп отырады, иә? Осы тұрғыда қарайтын болсақ енді, олар таңғалдыру үшін не істеу керек? Қандай тақырыптар көбінесе қаузалады? Мысалға, олардың бір сүйікті кейіпкері болу керек, иә? Олардың сүйікті кейіпкері кім? Қазіргі уақытта жасыратыны жоқ. Біздің балаларымыздың көріп өсіп жатқаны, тәрбиелеп жатқаны шетелдік мультфильмдер, шетелдік кітаптар. Өйткені олардың жарнамасы да, жасалу жолдары да өте жеңіл, жақсы болып шығып тұр. Бірақ біздің балалар жазушылары да балалардың сұранысына, балалар әдебиетінің нарығына енуге қалғадырынша қызмет етіп жатыр. Енді мен өзім балаларға ұлттық образдар жасағым келеді. Баяғы Қабанбаев,
Бөгенбай Батырларды, сияқты батырларды, Әлихан, Ахмет сияқты тұлғаларды бүгінгі күннің тілімен балаға суреттеп берсек, бала ұлтжанды, ұлтшыл, патриот болып өсетін еді. Төл тарихымызды біледі. Сондықтан шетелге еліктемей, баланың осы өзіміздің тұлғалар танытуға, қызмет етуіне, жол ашуына мүмкіндік бергім келеді. Сондықтан дүниетанымын кең ететін шығармалар жазып жүрмін сондай. Тамаша. Онымен қоса енді жаңа айтып жатырмыз ғой, енді өзіңізді жазушы деп таныстырып жатырмыз. Онымен қоса әдебиет сыншысы деп жатырмыз. Неліктен әдебиет сыншысына қарай бет бұрдыңыз? Енді жастардың арасында шын мәнінде әдебиет сыншылар аз ғой, тіпті жоқ деп айтуға болатын шығар, иә? Менің бітірген мамандығым әдебиеттану. Сол өз негізгі мамандығым бойынша бұл әдебиет сынына, әдебиет теориясына, әдебиет тарихына, яғни 91-ші жылдан бергі тәуелсіз қазақ әдебиетіне тәуелсіз ұрпақтың жас адамның көзіменен қарауға, өзімнің қатарластарымның шығармашылығын бағалауға ниеттеніп жүрмін. Бізде қазір жақсы шығармалар жазып жүрген замандастарымыз бар, ақын болсын, жазушы болсын, драматург болсын. Бірақ олар бағаларын лайықты ала алмай келе жатыр. Олардың шығармашылығындағы жетістіктері мен кемшіліктері, іркілістері мен жетістіктері толық айтылмайды, толық жетпейді. Сондықтан соларды уақытысында диагноз қойып, халыққа газет, журнал арқылы, телевидение, радио арқылы таныстыруға мүмкіндік туып тұр. Сондықтан осыны жазып жүрмін. Енді сыншылар санаулы қана, соның ішінде Әлібек Байбол деген жас сыншы бар, Айнұр Төлеу, Бағашар Тұрсынбайұлы деген азаматтар, Заңғар Кәрімхан. Бұл қыз жігіттердің барлығы осы бүгінгі әдеби процестің тамыршысы сияқты әрқайсысы жастар әр тақырыпта жазып жүр. Біздің үлкендер айтады, бізде әдебиет сыны жоқ дейді. Біздің әдебиет сынымызда дұрыс сыншымыз да жоқ. Біздің маңдайымызға берген сыншымыз Амангелді Кеңшілікұлы дейді. Ал енді Амангелді Кеңшілікұлы шынын айтқанда ол 50-де қазір. Оны жастардың қатарына жатқыза алмаймыз. Ал енді сын жоқ деп байбалам салатындар бүгінгі әдеби процесті өздері оқымайды. Сондықтан білмейді. Негізінде газет, журналды, телерадиоларды қосып қараса, әдебиет сыншылары бар, жоқ емес, қалғадари жазып жүр. Ол әдебиет сыны деген біреуді мұқату, кекету емес қой. Ол шығарманың әділ бағасын беру, жазушыны таныстыру. Сондықтан жаңағы айтып жүрген қыз жігіттер осы тақырыпта еңбек етіп жүр. Тамаша. Қазір көбінесе мына үлкендер жағы жастар кітап оқымайды деген сияқты кінәлап жатады ғой жиі, иә? Жалпы жастар кітап оқиды ма? Қаншалықты оқиды және олардың кітапқа деген қызығушылығын арттыру үшін не істеуіміз керек? Негізі алдыңғы буынның соңғы буынға көңілі ол ешқашан толмайды. Ол бұрында болған, кейінде болады деп ойлаймын. Өйткені болады дейсіз ғой, иә? Бізде бәлкім үлкейгенде сондай болатын шығармыз деп ойлаймын. Өйткені өз заманыңдағы нәрсені көргің келіп тұрады. Қазір кітап оқымайды деп айтуға келмейді. Кітап оқитын жастар бар. Аудитория әртүрлі. Сондықтан біреуі іскерлік әдебиетті, біреуі мотивациялық әдебиетті, біреуі психологиялық әдебиетті оқуы мүмкін. Көркем әдебиетті оқитындар да бар. Бірақ некен саяқ, 100-ден 1, 10-нан 1 деген сияқты. Қазір кітап оқымауға сұраныстың төмендеп кетуі, қызығушылықтың төмендеп кетуі, оны цифрлық технологиялар алмастырды. Қазіргі уақытта кітаптан оқығаннан гөрі интернеттерден, ғаламтордан алып жеңіл нұсқасын, сосын бұрынғыдай том-том қалың кітаптарды оқығаннан гөрі жеңіл кітаптарды, не болмаса қазір саммари деген шықты, кітаптың мазмұны жазылған, қысқа нұсқа. Сондайды оқуға жеңіл болды. Бәлкім ол заман сұраныс шығар. Сондықтан жазушылар оқырманның талғамына сай соған бейімделу керек. Өйткені біз заманмен санасуымыз қажет. Ал өзіңіз кітапты қалай оқисыз? Ғаламтордан оқисыз ба, әлде былай оқисыз ба? Мен үшін кітапты кәдімгі қолыма алып ұстап оқыған дұрыс. Сосын мен кітап оқығанда астын сызып оқимын, автормен келіспесем жазамын, яғни эмоциямның бәрі сол жерде шығып тұрады. Сосын бір қызығы, мен кітапты алдынан оқымаймын, керісінше артынан бастап оқимын. Қалай? Соңынан бастап оқимын. Сонау қызығы соңында, мысалы бір роман болатын болса, ол кейіпкері міндетті түрде өледі, ол не үшін өлді деген бір қызығушылық туады. Соны өлу үшін ананы алдына қарай бет бұрасыз ғой? Алдына қарай бет бұрамын. Ал алдынан оқысам, ол кітап міндетті түрде оқылмай қалып қояды сол жерден. Негізі жақсы әдіс екен, кітапты соңынан біліп аласыз, бірақ түсініксіз болып қалады ғой, оқиғаның желісін. Жоқ, керісінше маған сол ыңғайлы өзіме. Сонда тез түсініп отырамын, қай кейіпкер қалай екен. Ал басынан бастап оқысам, ана суретте кейбір нелер жалықтырып жібереді, сонымен жалқаулығым болса қойып қоя саламын. Солай 5-6 кітап оқылмай қалды. Ал енді артынан бастап оқыған кітап 1-2 сағаттың ішінде, кейде 1-2 тәуліктің ішінде тез бітіп қалып жатты.
Тамаша енді қызық әдіс екен. кітап оқитын деушілерге енді ерініп жатқандар болатын болса тамаша мүмкіндік. Мінекей керемет тактика, кітапты басынан емес соңынан бастап оқыңыз, сол кезде өте керемет болады. Тамаша. Ал енді дегенмен кітап оқуға баулу үшін жастарды, балаларды деп Соның ішінде көркем әдебиет. көркем әдебиетке не істеу керек? Қазіргі уақытта балалар әдебиетін таңдағаным, бүгінгі уақытта балалар мәселесі өте актуалды мәселе, қоғамдағы Тақырыпқа байланысты. Тақырыпқа байланысты. Біздің ата-аналарымыз күні кешке дейін балаларын асырау үшін жұмыс істейді, ал балалар үйде. Олардың ата-аналары жоқ кезде үйде не істеп отырғаны, не көріп отырғаны белгісіз. Өйткені қазіргі балалардың қолында қымбат смартфондар. Олар ол жерден кез келген әлеуметтік желіден түрлі нәрселерді көру мүмкін. Сондықтан бұндай нәрсені алмастыратын бір ғана нәрсе бар, ол балаларға арналған басылымдар, яғни газет, журнал және балаларға арналған кітаптар. Бүгінгі балаларымыз өздеріне арналған газет, журналды оқымаса, ертең олар өскенде, яғни студент болғанда, ол бүгінгі Егемен Қазақстан, Ана тілі сияқты үлкен газеттерге мұрын шүйіріп те қарамайды, үлкен жазушыларды оқымайды. Өйткені бала рухани уызын қалыптастырмаған. Сондықтан біз бірінші балаларға жазуымыз керек. Балалар әдебиетін оқып өскен бала, ол міндетті түрде кейін рухани баю үшін, кемелдену үшін үлкен жазушыларды оқиды. Сондықтан біз балалардың қызығушылығын бала күнінен бастап оятуымыз керек. Мен өзім балалар әдебиетінің ішінде 5 жастан 8 жасқа дейінгі және 8 жастан 16 жасқа дейінгі ерекшеліктерге жазғым жүрмін. Жаңағы алғашқыларына скетч түрдегі жеңіл-желпі аңыз ертегілерді, ал одан жоғарғыларға тарихты үйрететін, дүниетаным, көзқарасын қалыптастыратын шығармалар жазамын. Яғни жас ерекшелігіне де байланысты дейсіз ғой. Міндетті түрде біз жазушы ретінде балалардың аудиториясын, оның жас ерекшелігін, психологиясын, ойлауын ескеруіміз керек. Тамаша. Енді жаңағы шығайын деп жатқан кітап жайлы айта кетейікші тағы да бір рет. Ертең Ілияс Жансүгіровтің туған күніне орай 14 мамыр күні деп жатырмыз, жарыққа шығады деп жатырмыз. Толығырақ қай жерде өтеді, ақпар бере кетсеңіз. Және де кез келген оқитын оқырман сол жерден ала ма деген сияқты қай таралымы қанша? Бұл кітаптың таралымы Қазақстандағы кітап таралымы сияқты 2000 данамен шығады. Ол міндетті түрде еліміздегі барлық кітапханаларға тарайды. Содан кейін сатылымға шығу жағын нақты білмеймін, өйткені ол мемлекеттік тапсырыспен шыққан дүниелер мемлекеттік кітапханаларға ғана тарайды. Ал енді автор өзі сатып алып, содан кейін сатылымға қоятын болсақ, енді ол жағын көре жатармыз. Ал бұл кітаптың жаңағы айтып өткен ерекшелігі Ілияс Жансүгіровтің шығармашылығын, тұлғалық ерекшелігіндегі осы күнге дейін айтылмай келген жайттарды, оның өскен ортасы, отбасы, бала-шағалары, оның сталиндік репрессияға ұшырауы, Ілиясты 38 жыл атылғанымен оны көп уақытқа дейін тірі деп жүрген жалған ақпараттар берген. Бірақ біздің жеңгеміз Фатима Ғабитова өле-өлгенше Ілиясты ақтап өтті. Сол Ілиястың поэзиясының шыңы саналатын Құлагер поэмасы Ілиястың көзі тірісінде кітап болып шықпады. Ол социалистік Қазақстан сол кездегі еңбекші қазақ газетіне шыққан болатұғын. Ілияс 1937 жылдың сентябрінде қуғын сүргін ретінде қамауға алынған кезде тапсырма түскен Ілиястың Құлагер поэмасын өртеңдер деген газет журналдың барлығын. Сол рас па екен деп кейін архивті ақтарғанымда көрдім. 1937 жылғы Құлагер шыққан газеттердің барлық нөмірі тұр. Тек қана Құлагер жарияланған беттердің бәрі қиып алынып тастаған. Кейін 56 жылы Сталин өлгеннен кейін Ілияс ақталғанда Фатима жеңгей Мұхтар Әуезовке қарап жылапты. Мен Ілиястың ең ұлы шығармасы Құлагерді сақтай алмадым, екі дүниеде мен бақытсыз болып өтетін болдым деп. Сол кезде Ілиястың шығармасын сақтап, осындай жастықтың ішіне тыққан Сапарғали Бегалин деген балалар жазушысы болған. Сол кісі Ілиясты ұсталған күні репрессияға ұшырағанда Ілиястың поэмасы шыққан бүкіл газеттің санын тығып, жастықтың арасына тығып, сөйтіп 1956 жылға дейінгі аралықта 14 жыл бойы осы жастықтың ішінде тыққан. Кейін Ілияс ақталғанда Фатима жеңгейге апарып аманатты берген, сөйтіп Құлагер поэмасы жарыққа шықты. Сол Құлагер бүгін ағылшын тіліне, неміс тіліне аударылып отыр. Осы Құлагер поэмасының сақталу тарихы осы кітапта айтылады. Сондай беймәлім мәселелерді оқырманға
жеткіздім деп ойлаймын. Тамаша, мінекей, Бәрекелді. өте керемет. Біз білмейтін ақпар өте көп екен. Елдос мырза, көп рахмет. Бұл кітапты оқу Алтын керек уақытыңызды екен. бөліп келгеніңізге. Иә, шын мәнінде оқу керек. Енді біршама оқырмандарды қызықтырдыңыз. Алдағы уақытта оқырмандарыңыз көп болсын дейміз. Қалам ұштала берсін. Жақсы дүниелер жүзеге аса берсін дейміз. Көп рахмет, жазыла берсін. Иә. Ал біз кезекті таңғы лирикаға берейік. Арнамыздан алыстамаңыздар.